оқырмандар, біздің студияда жаңа жұп Тәуіржан мен Айгүл. Айгүл мына гүлдерді көтере алмай жатыр. Қандай сезімде тұрсыз? Сіздің қобалжығаныңызды бүгін көрдік. Жоқ, вообще бір түрлі екен. Істегенім ба, айтқан ба, білем, өзім просто непривычно екен. Өте бір түрлі болып қойды. Бірақ енді жұп болды не болса да, иә. Сіз ше? Күтпей қалдыңыз ба? Көңіліңіз түскен сияқты болды әлде олай емес? Сондай ғой, бұндай эмоция, бұндай сезім әлі Иә, бірінші рет жұп болып жатыр енді. Тек жақсы болсын нәтиже солай. Қайырлы күн, бүгін бізде мерекелік эфир, сондықтан да 14:30-да сілтемеге өтіп, бүгінгі бағдарламаны көруді ұмытпаңыздар. Жігіттерге деген тосын сыйымыз бар. Өте қызық эфир болады, сондықтан да көріңіздер. Амандасыңыз? Айбат мырза бүгін студияда. Сержан мырза бар және. Мерекеңізбен құттықтаймыз. Сіз кімді, бірінші сізді кім құттықтады? Жалпы мен Мейраммен да, үйдегілер құттықтады. Ұлым құттықтады мен. Ұлыңыз? Ұлым құттықтады, одан кейін анам, қарындастарым құттықтады. Одан кейін жалпы менің инста достарым құттықтады. Біз айтып жатырмыз, әскерге барған маңызды ма, қаншалықты маңызды деп сұрап жатыр. Маңызды еркек адам үшін. Еркек адамды спорт, немесе әскер, көше, тәрбие дейді ғой. Жалпы еркекті қасиетті оятады. Жүйкені жақсылап тұрып, жонады. Өмірге деген құштарлығын оятады. Бағана айттым ғой, елдар бар дедім, және Айбат мырза бар, бізде әскерге барған. Сонымен қатар Сержан бар. Солай. Бұлттардан асып, уақыттан қашып, екеуміз ғана бәріне жетеміз. Күтсе де сан жолдар не, таулар не теңіз. Мәңгіге серік бол, саған беріппін, күнде шуағым бізге ғана жаным төгіп тұр. Садәулеттің көңіл-күйі қалай екен? Садәулет, сіз әскерге барғансыз ба? Әскерге бармағам. Не себеп бармағансыз? Мен оқу болып кетті. 10 класстан бастап оқыдым. Әлі оқып жүр. Садәулет әлі оқып жүр, құрметті оқырман. Мен неден қалай айтсам болады, военный кафедра оқығам. Запастағы сержант болуға дайынмын. Кім құттықтады сізді бірінші болып? Әпкем құттықтады түнде. Әпкем құттықтады, 12-ден ектектене ма, Мейраммен сол кісі құттықтады. Мамам құттықтамады. Мамасы көріп отса. Біледі-ау деймін. Сен мұны құттықтап. Көңіл күйіңіз бәрі орында. Мерекелік көңіл күй бар. Солай екен. Жарайды. Жаңа достар, мерекелеріңіз құтты болсын. Барша жігіттер 7 мамыр отан қорғаушылар күні құтты болсын. Әскерге барған жігіттің тілегі. Әскерге барғам мен. Өзім үйде болғам, әскерде болғам. Арыстан ше. Қанша күн болды? Біздің үй армияда просто кәдімгідей жұмсайды деген сияқты. Таңертең ерте тұрғызады деп қойсаң. Таңертең ерте тұрасың, жұмыс істейсің, сол сияқты. Кейбір қыздар айтып жатады енді, бұл әскерге бармаған жігіттерге қатысы жоқ мереке деп. Сіз қалай ойлайсыз? 9 мамыр сен соғысқа қатыспағансың дейді. 7 мамыр әскерге бармадың дейді. Сонда біздің күн қайсысы отасы десең, біздің күн ба не өкпе? Әйтеуір бәрі білмеймін. Жігіттерге қарсы шығады. Тап бүгін қарсы шықпайтын шығар деймін ба? Қыздардың бәрі мөлдіреп әдемі болып жүр ше. Күшті болып жүр ма? Күшті болып жүр. Риза болып қалдым. Күндесіп жүрсе екен деп жатырмын. Солай екен, иә. Сол мерекелеріңіз құтты болсын жігіттер. Қызыңыз, үміткеріңіз құттықтады ма? Құттықтады, иә. Бірінші болып сол кісі құттықтады. TikTok түсіріп жатырмын. Ассалаумағалейкум барлықтарыңызға. Құрметті тауға баратын жігіттер, сендерше мерекелеріңіз құттықтайды. Мәссаған, не деген ерекше құттықтау болды. Сіз әскерге барғансыз ба? Әскерге бармағам. Неге бармадыңыз? Оқу. Сіздің толық жасыңыз 20-да. 20-да, иә? 21-ге жақын арада бұйырса боламын. Демек сізге әлі мүмкіндік бар ғой баруға, иә? Әлбетте. Бірақ қазіргі таңда ойбай мен әскерге бардым, бармадым деп ертең Алла сақтасын, бірақ отанымызға бірдеңе болып жатса, ол кезде әлбетте мен әскерге бардым, бармадым деген сөз. Бөлінбейсіздер ғой. Отанымыз үшін до конца қасық қанымыз қалғанша дейді. Сізді кім құттықтады? Мені көрген қыздардың бәрі құттықтап жатыр. Есіңізде қалған ерекше бұл. Әсем құттықтады ма? Ананы құттықтаған шығар. Анаңыз құттықтады ма? Ананы құттықтаған ғой. Сіздің Зарикоштың көңіл күйі қалай екен? Бүгін кімді құттықтайсыз? Барлық жігіттерді, өзімді, көкемді, бауырларымды,
құттықтаймын, біздің жігіттерді құттықтаймын. Осылай жобасындағы отаналықтан борышын өтеп жүрген жігіттерді де құттықтаймын. Әскерге барып бармағаны сіз үшін маңызды ма жігіттер? Жоқ. Бәрібір адам барып келген жігіттерді көрдім да просто. Содан кейін. Мәссаған. Жарайды дедім. Характері просто адам өзіне байланысты. Істер жүн деген нәрсе. Солай екен. Ринаның көңіл күйі қалай екен? Кеше Айгүл деген жанды танымаймын деп едіңіз ғой. Сіз? Досым ғой. Неге мені құттықтамадың деп таң атпай жалоба жасадыңыз? Айтып қойды Айгүл ал. Короче, мен 3 жыл неде оқыдым ғой. Спорт, военный школада. Содан кейін маңызды ма бәрінің құттықтағаны? Әлі Айгүлдің құттықтағаны қажет болды ма? Әлі ерекше. Қайтейін. Мырза қалайсыз? Көңіл күйіңіз қалай? Жақсы, көңіл күй орында. Сіз әскерге барғансыз ба? Жоқ, барған жоқ. Оқу болды, жұмыс болды, оқу болды. Солай барамын. Негіз барғым келген. Барғыңыз келген. Кешігіп баруға болмаймын. Кешігіп дегенде сіз қаншадасыз қазір? Қазір 29-дамын. Негізі уақытында барған дұрыс қой. 19-да, 20-да кешігіп барған ол. Дұрыс емес. Сау болып барғанша дұрыс барған дұрыс. Мерекемен кім құттықтады сізді бірінші болды? Бірінші болып Нұрдан Ақұштады. Кеше 12-ден кейін. Үміткеріңіз ба? Басқа ешкім құттықтамады, келгенде қатысушылар құттықтады. Қыздар айтты, мерекеңізбен. Солай екен.